Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз день и ночь деген пирог жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ал бастайық. Ең алдымен біз заттарымызды дайындап аламыз. 3 дана жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамызды араластырып болғаннан кейін шекерімізді аз-аздан қосып араластырамыз. Негізі миксермен араластырған дұрыс. Енді 1,5-2 минуттай араластырамыз. Осындай аппақ масса болғанша дейін араластырып болғаннан кейін 1 стакан сүт, жарты стакан күнбағыс майын қосамыз. Миксермен араластырудың қажеті жоқ, венчикпен араластыра береміз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызға 2 чайный ложка разъединителімізді салып, біркелкі сухой массаж жасаймыз. Енді аз-аздан қосып, біркелкі массаж жасаймыз. Бірден салып жібермейміз. Әйтпесе көтерілмей қалады. Міндетті түрде ситадан өткізген дұрыс. Ситадан өткізбей салған кезде ұн түйіршік болып жүреді массада. Енді осы салмамызды екінші ыдысымызға 6 қасық бөлек салып аламыз. Енді 2 ыдысқа бөліп алғаннан кейін какаомыздан 2 чайный ложка бөлек ыдысқа салып, сумен араластырамыз. Енді осы массамызды ыдысымызға құйып, біркелкі араластырамыз. Негізі какаоның өзін салған дұрыс емес. Какаоны бір ыдысқа салып, сумен араластырып алғаннан кейін салған дұрыс. Ақ массаға өйткені сол тиімдірек болады. Какаоны өзін салғанда ішінде бөлек бір түйіршіктеніп жүреді. Ал сумен араластырып салсаңыздар оңайырақ. Енді біз осылай 2 массамызды дайындап болғаннан кейін 24 диаметр формамызға ортасына стакан қойып, екі жақтан начинкамызды құямыз. Ортасындағы стакан сынып кетпейді, қорықпай қойсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пештен шығармас бұрын пештің ішінде 1-2 минут тұру қажет, өйткені көтерілгені түсіп кетуі мүмкін. Суығаннан кейін формадан босатып қойсаңыздар болады. Егер мен рецептім ұнаса, каналға тіркеліп жазыла кетіңіздер.
өз пікірлеріңізді комментарийға жаза кетіңіздер.